Достар, бәріне сәлем. Мына видеода массажист, остеопат мырза, Корейдің видеосы, Корейдегі болып жатқан процесс. Бұл жерде іштің бұлшықеттеріне массаж жасап жатыр. Мен де осындай массаждарды өзімнің жұмысымда жасаймын, массаж ұстасы ретінде. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай, осы келген қыз, клиент өзінің бір проблемасы бар, мысалы, мышцалары, бұлшықеттері қатып қалған. Соларды босату үшін, ішкі құрылыстарға жақсы әсер беру үшін сондай массаж жасап жатыр. Оған дейін оның оң жақ қолы қатып қалыпты, суық тиіп қалған ба, сондай ұстап қалатын бар ғой, бір жақ мойны, иығы дегендей. Соны бір жарты сағаттай жасады иықтарын, сосын ішін жасады. Ішін енді бір соңғы 2-3 минут жасап берді. Мен массаж ұстасы ретінде айтарым, біздің көп адамдар жалпы ауыртқанды ұнатпайды. Сосын массажға келсе, көбісі бір ауыртпай, жеңіл-желпі жіберіп жүргенді ұнап тұрады. Егер бір қаттырақ ауыртып жүрсең, енді керек болғаннан кейін жасайсың ғой. Жасап жіберсең, уже біразға дейін келмей қалады. Мысалы, менің билейтін сабақтарымда, залдарда көп әйелдер келеді қызығып, не екен, қалай екен. Сосын қаттырақ жасап жіберсең, қаттырақ дегенде кәдімгідей жасайсың ғой, өзінің әдісі бойынша. Содан кейін жоқ болып кетеді. Кейбірлері қайтып келе жатады бір айдан кейін, 2 айдан кейін, бірақ бәрі қашады. Ауыртқаннан қашады, кішкене қимыл жасап жүргеннен қашады. Ал бірақ мен массаждарымда байқаймын, әйел адамдардың бұлшықеттері іштен төмен қарай босап қалған. Кәдімгідей бос. Әрине бала туады, 2 бала, 3 бала, 4 бала, 5 бала, 6 бала, әртүрлі. Бірақ ол бұлшықеттер қайта орнына келеді, егер оған гимнастика жасаса. Гимнастика жасайтын әртүрлі тәсілдер бар қазір, ютубта бар. Интим гимнастика, іштің гимнастикасы, аяққа арналған және бөксеге арналған әртүрлі жаттығу гимнастикалар бар. Соны жасау керек. Бірақ егер үйде жатып жасайтын болсаңыздар, одан результат бір керемет бола қойды деп айта алмаймын. Өйткені жалғыз адам жұмыс істесе, жұмыстан кейін ерініп қалады, үй ішінде тірлік жасаса, шаршап ерініп қалады, жата салғанды, отыра салғанды қалап тұрады. Дене. Әрі кетсе, қабырғаға аяқтарыңызды тақап, төбеге қарай қаратып ашып қойыңыздар. Ол жақсы тәсіл. Бұлшықеттерге созу үшін арналған. Сол жалпы менің өзім, егер мен залға барсам, менің бір клиенттерім келмей қалса, мен де жасағым келмей қалады. Ал адам болса, бір адам келсе, уже қимылдап жасайсың. Соған қарағанда, жалпы адамның психикасына арнайы спортзал, арнайы тренер, арнайы тәсіл, арнайы музыка, арнайы вайб бәрі керек. Сол. Бірақ көбісі бармайды, қаншама абонементтер алып жатыр OneFit арқылы, бір жылдап, жарты жылдап бармайды жүреді. Сол үшін күйеулеріңіз, егер әйелдердің күйеулері әрі-бері басқа қыздарға бара бергісі келетін болса, сол себептен бұлшықеттеріңізді қатайтыңыздар. Сол кезде энергия көтеріледі.